Қызым сериалындағы үгір туралы ақпарат. Шын есімі Тугай Мирджан. Туған күні 1982 жылы 10 желтоқсанда дүниеге келген. Туылған жері Ыстамбұл, Түркия. Өзі түрк. Мамандығы театр және кино актері. Білімі мен театрлық қызметіне келсек, Стамбулдағы Бахчешелер коммерциялық орта мектебін тәмамдаған және 2004 жылы Хадич университетінің театр факультетін бітірген. Оқу кезінде және кейін 2006-2011 жылдар аралығында Бахирхой муниципалдық театрда өнер көрсеткен. 2006 жылдан бастап оның мансабы басталады, яғни түрлі сериалдарға, фильмдерге түсе бастайды. Солардың бірі 2006 жылы Günün адамы, 2007 жылы Терсине дүния, 2009 жылы Гүл Аққуат, тағы сондай сияқты. Экрандағы дебют пен танымалдылығына келсек, 2008 жылы танымалдық алып кеткен Султан Ибрахим, яғни оның бірінші рөлі болатын. Кейін Дно 2017-2018 жылдар түседі. Қызым сериалына 2018-2019 жылдары осы жобалардағы басты рөлдерді ойнау арқылы ол кеңінен таралған. Негізгі фильмографиясына келетін болсақ, ол көптеген сериал және фильмдерге түскен. Солардың бірі Великолепный векте өз рөлін сомдаған, сонымен қатар 2021-2022 жылы Невиновный подсудимый деген Волкан Көкжа Түрк деген рөлді сомдаған. Сонымен қатар Азизе 2018-2019 жылдары. Актердің жеке өміріне келетін болсақ, ол жеке өмірін жасырын ұстайды, яғни көбірек бар фокусын мансабына арнағанды жөн көреді екен. Ал келесіде қай актер немесе актриса туралы білгіңіз келеді? Комментарий бөліміне жазып кетіңіз.